Қазақ тілі 9 сынып тәуелсіздіктің тұғыры болар тұлғалар. Бірінші тапсырма: мәңгілік елдің иесі қандай болу керек? Пікір алсыңыздар. Сызбаға назар аударайық. Мәңгілік елдің иесі қандай болу қажет? Мәңгілік елдің иесі дегеніміз тәуелсіз Қазақстанның болашақ жастары. Еліміздің ертеңі. Тәуелсіздікті ұстап қалатын, елімізді әлемге танытатын, мәңгілік ел қылатын жастардың бойынан қандай қасиеттер табылу қажет? Өз пікірлеріңізді білдіре отырып, кестені толтырыңыздар. Екінші тапсырма: үшінші аудиомәтінді тыңдаңдар. Аудиомәтіндер жинағы оқулықтың соңғы беттерінде орналасқан. 121 беттен үшінші аудиомәтінді таба аламыз. Үшінші аудиомәтін: дарын иелері. Өркендеу үшін, қажетті дүниелерді жасау үшін адамның басы керек. Ғылымды, жаңалықты дүниеге келтіру үшін адам керек. Сол адам кім? Олар дарындар. Ал сол дарын иелерін құрметтеген елдер өздерінің де абыройын көтеріп отыр. Қазақ халқы әкеден өте туғандар, әкеге жете туғандар, әкеден кейін кете туғандар деп халықты үшке жіктейді. Ал қытайлар алдын ала ойлап бұрын шешетіндер, артынан ойлап артынан шешетіндер, түк ойлап түк шешпейтіндер деп үшке жіктеген. Әл-Фараби бабамыз бұрын ойлап бұрын шешетінді адам, артынан ойлап артынан шешетінді құл, ал түк ойлап түк шешпейтінді хайуан деген. Әбу-Насыр Әл-Фараби айтқан адамды, яғни алдын ала жылдам ойлап, шешім қабылдайтындарды бүгінгі қазақтар данышпандар, даналар, дарындылар, тәңірқұтылар деп атайды. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырда кейбір мемлекет дарын иелерін іздеу, дарын иелері бола қалса, оларға көңіл бөлу, оларға жан-жақты мүмкіндіктер жасау ісін қолға алды. Соңғы ғасырда дарын иелеріне ерекше көңіл аударған ел американдықтар. Олар өз еліндегі дарындарға қажет деп табылған барлық мүмкіндікті жасады. Бүкіл әлемдегі ғылым біткенді тек дарын иелері ғана тудырып, жарыққа шығаратынын, дарын иелері ғана ғылыми жаңалық ашатынын түсінген елдер дарын иелеріне ерекше көңіл аударуға мәжбүр болды. Әсіресе екінші дүниежүзілік соғыстан кейін дарын иелеріне көңіл аударуды іске қосқан орыстар, немістер, жапондар, қытайлар, ағылшындар, француздар, кәрістер, үндістандықтар, пәкістандықтар, ирандықтар. Ұлтқа көсем бола алатын, халыққа қамқор бола алатын адамды тәңірқұты дейміз. Қазақтың тәңірқұтылары Абай Құнанбайұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханұлы, Мұстафа Шоқай, Қаныш Сәтбаев. Енді біз өзге жұрт сияқты өз тәңірқұтыларымызды іздеуіміз керек. Мүмкін ол бесікте жатыр, мүмкін ол жүгіріп жүр. Қасымхан Бегманов «Халқы мықтының салты мықты» кітабынан, Жағда Бабақұлымен сұхбаттан. Мәтінмен таныс болсақ, тақырыбымызға қайтып оралайық. Екінші тапсырманы орындадық. Үнтаспадан үшінші аудиомәтінді тыңдадық. А тобының тапсырмаларын тыңдайық. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші сұрақ: ғылымды қандай адамдар дамытады? Есімізге түсіріп көрейік. Екінші сұрақ: қазақ халқы адамдарды қабілетіне қарай қалай бөлген? Үшінші сұрақ: қытайлар ше? Төртінші сұрақ: Әл-Фараби қалай жіктеген? Бесінші сұрақ: Әл-Фарабидің пікірінше жаңалық ашатын, елдің өркендеуіне үлес қосатындар кімдер? Қазақтардың айтуынша кімдер? Қытайлардың ойынша кімдер? Бұл сұрақтың барлығының жауабы мәтіннен табылады. Ә тобының тапсырмасына өтейік. Ой сәйкестігін көрсетіп анықтама беріңдер. Сіздерге кесте берілген, осында сәйкестендіруіңіз қажет. Бірінші бағанда Қытайлардың сипаттауы, екінші бағанда Әл-Фарабидің ұсынған дарынды адамдарға берген түсініктемесі, үшінші бағанда қазақтардың сипаттауы.
Мысалы, бірінші түк ойлап түк шешпейтіндерді Әл-Фараби атамыз хайуан деген. Бұны қазақтар әкеден кеде туғандар дейді. Ал қалған екеуін сәйкестендіреміз. Бұ тобының тапсырмасы Әл-Фараби бабамыз бен екі халықтың танымын салыстыра отырып, дарынды адамға анықтама беріңдер. Тыңдалым мәтіні бойынша Әл-Фараби бабамыздың пікірін ескере отырып, және қазақ халқы мен Қытай халқының сипаттамасын салыстырып, дарынды адамға анықтама беріп көріңіздер. Дарынды адамның қандай болатынын анықтап көріңіздер. Үшінші тапсырма. Дарындыны данаға, дананы данышпанға жеткізуге ұмтылған елдер кімдер? Ол елдер қандай шаралар жүргізіп жатыр? Яғни, мәтінде кездесетін дарындылардың барлық жағдайын жасап, олардың дамуына, өркендеуіне үлес қосқан, оларға қызығушылық танытқан қандай мемлекеттер бар? Және олар қандай шаралар жүргізіп жатыр? Қандай амалдар жасап жатыр? Соны айтыңыздар. Төртінші тапсырма. Мәтінде дарындыларды қалай атайды? Оған кімдерді жатқызады? Мәтінде кездесетін Тәңірқұты сөзінің мәнін түсіндіріңдер. Мәтін бойынша жұмыс жасасаңыздар, төртінші тапсырманың жауабын табасыздар. Бесінші тапсырма. Мәтіндегі автордың мақсатын, идеясын топ болып анықтаңдар. Мәтіндегі автордың мақсаты неде? Идеясы неде? Жастарға нені үйрету, нені меңзеу? Қалай ойлайсыздар? Тілдік бағдар бойынша публицистикалық стильді есімізге түсірейік. Публицистикалық стиль үндеу, үгіт айту мақсатында қолданылады. Публицистикалық стильдің қоғамдық мәні өте зор. Оның мынадай үш сипаты қалыптасқан. Бірінші, публицистикалық сөз өте жинақы, тұжырымды болып құрылады. Екінші, сөз экспрессивті, екпінді болады. Үшінші, сөз тыңдаушыларын коммуникативтік байланысқа тартатындай болып құрылады. Бұл дегеніміз, коммуникативтік байланыс дегеніміз, қарым-қатынасқа, кері байланысқа тартатындай болып құрылады деген мағынаны білдіреді. Публицистикалық стильдің сипатына сай тілдік қатынастарға төмендегілер жатады. Экспрессивті эмоциональды сөздер, мақал-мәтелдер, тұрақты тіркестер, тақырыпқа сай терминдер, неологизмдер, толымсыз сөйлемдер және тыңдаушылардың көңілін аударатын қаратпа сөздер, сұраулы және лепті сөйлемдер жатады. Сонымен қатар екпін мен ырғақ та ерекше орын аударады. Публицистикалық сөздердің авторлары көбіне атақты шешендер болған. Алтыншы тапсырма. Мәтінді оқыңдар. Әл-Фараби айтқан құлдар мен қазақ халқы айтқан әкеге жете туғандар жалпы халықтың 5-10 мөлшеріндей. Олар құл атанғанымен мемлекеттің бүкіл жауапкершілігі солардың мойнында. Билік те, тірлік те солардың қолында. Мемлекет иесі солар. Ал осы құлдар тобы екі жікке бөлінеді. Бірінші топтағылар мен қазақпын, мемлекет иесімін деп атайтын тұлғалар. Яғни ақыл, ес, сезім иелері, сарапшылар, ізденгіштер, жетекшілер, өзі ғылым ашпаса да басқаның ашқан жаңалығын бұлжытпай айта білетіндер. Зерттеушілер, ақын жазушылар, әншілер, күйшілер, суретшілер, алуан түрлі мамандар. Жалпы зиялы қауым қазақ ұлтының ұйытқылары. Олар өз отанының, өз ұлтының адал ұлы, адал құлы бола білетін тұлғалар. Өмірім елімдікі, өлімім өзімдікі дейтін текті құлдар. Құлдардың екінші тобы тексіз құлдар. Олар алаяқтар, жағымпаздар, мақтаншақтар, қуыс кеуделер, жарамсақтар, жәдігөйлер, жымысқылар, ұры-қарылар, жемқорлар, алыпсатарлар, жылпостар, екіжүзділер, мансап құмарлар, ақшаға, атаққа, елін, жерін, ұлтын, намысын сатқан тексіз құлдар. Әл-Фараби бабамыз айтқан құлдар ішіндегі тексіздер өзінің тексіздігімен тарих бетінде аты қалатын бақытсыз құлдар. Мен қазақпын, мемлекет иесімін дейтін қазақ мемлекетінің адал құлы бола білетін текті құлдарын
жетілдіру, тексіз құлдарға тыйым салу, тәуелсіз қазақ мемлекетінің мәңгілік өтейтін қарызы мен парызы. Жағда Бабалыұлы. Олай болса мәтін бойынша тапсырмаларға назар аударайық және түсіндірме сөздікке назар аударайық. Жарамсақ, біреуге жақсы атанғыш, жағымпаз. Екінші, жәдігөй, көзбояушы, азғырушы. Үшінші, жымысқы, білдірмей істейтін қулығы бар, арам, пасық. Тапсырмасы. Мәтіннің қай стильге жататынын анықтап, оның қандай белгілері көрініс тапқанын түсіндіріңіздер. Мәтіннің қандай стильге жататынын анықтамас бұрын, оның тілдік белгілеріне, тілдік құралдарға назар аударайық. Байқасаңыздар, мәтінде көптеген сөздер тырнақшаға алынып жазылған. Бұл дегеніңіз, бұл сөздер өз мағынасынан басқа мағынаны білдіреді деген сөздер. Құлдар деген сөздер және мен қазақпын, мемлекет сөздері, құл сөзі тырнақшаға алынған. Және бұл мәтін әдеби нормаға сай жазылған, сондықтан біз бұны көркем әдебиет стиліне немесе публицистикалық стильдің біріне жатқыза аламыз. Оның нақты қайсысы екенін анықтауымыз үшін мәтіннің құрылымдық бөлімдеріне назар аударып қарайық. Мәтіннің алғашқы сөйлемдерінде Әл-Фараби айтқан құлдар мен қазақ халқының айтқан әкеге жете туғандар жалпы халықтың 5-10 мөлшерінде деп автор өзінің сараптау жұмысын ұсынады және өзінің дәлелдерін, аргументтерін келтіре отырып, мәтіннің соңында өзінің пікірін білдіре отырып, үндеу айтады. Яғни үндеу дегеніміз қандай да бір мәселені ұсыну, белгілі бір іске жұмылдыру, өзінің ұсынысын білдіру. Сондықтан бұл мәтінді біз осы себептерге байланысты біз бұл мәтінді публицистикалық стильге жатқызамыз және оның тілдік белгілері ретінде экспрессивті эмоционалды сөз болып тұрған құл және тағы да басқа сөздерді келтірсек болады. Және тұрақты тіркестермен бір қатар мақал-мәтелдер де кездеседі. Осылардың барлығын анықтасаңыздар, осылар тілдік құралдарға жатады. Тобының тапсырмасы мәтіннен экспрессивтік өң беріп тұрған тілдік бірлікті тауып жазып талдаңдар. Экспрессивті эмоционалды сөздерге, бұл жалпы экспрессивті эмоционалды сөздерге сөз мағынасын білдіріп қана қоймай, сонымен қатар көңіл күйді, көзқарасты білдіретін сөздерді жатқызамыз. Мысалы, бұл сөйлемдердің ішінде құл деген сөз жиі кездеседі. Жалпы құл сөзі адам тобына қатысты айтылғанымен, оның бір көңіл күйге әсер ететін тұсы бар. Құл сөзі бүгінгі таңда тарихи сөздер қатарында жатқанымен, қазіргі таңда сирек кездеседі. Дегенмен құл сөзі жағымсыз эмоцияны тудырады. Сондықтан экспрессивті эмоционалды сөз ретінде құл сөзін алсақ болады. Ал бұл мәтінде бұл құл сөзі тырнақшаға алынған, яғни бұл сөз өз мағынасын өзгертіп қолданылған дегенді білдіреді. Сонымен қатар, бұл мәтіннің ішінде сондай жағымсыз эмоция тудыратын сөздер өте көп. Оларға мысалы алаяқтар, жағымпаздар, мақтаншақтар, тағы да басқа сөздерді жатқызсақ болады. Бұл сөздердің жазылу мақсатын анықтау үшін бұл сөздер мағынасына және білдіретін эмоцияларға тоқталайық. Бұл сөздер өте жағымсыз сөздер және сондай жағымсыз әрекетті жасайтын адамдарға айтылған сөздер. Бұл сөздердің айтылу мақсаты жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дегендей, бұндай қасиеттерге жоламауға, бұндай іс-әрекеттерді жасамауға үндейді, үйретеді. Сондықтан да автор осы сөздерді бірінен бірін асыра отырып, осы сөздердің барлығын тізіп жазған. Б тобының тапсырмасы мәтіннің жазылу мақсатын анықтаңыздар. Мәтіннің жазылу мақсаты соңғы сөйлемде тұр және де осы жастарға ой салу мақсатында айтылған. 7-ші тапсырма, құлдардың екі түрін екі бағанаға бөліп анықтама беріп жазыңдар.
үлгі ретінде сіздерге кесте беріліп тұр. Бірінші бағанда текті құлдар, екінші бағанда тексіз құлдар. Текті құлдарға ізденгіштерді жатқызып тұр. Ізденгіштер деп отырғанымыз кім екенін түсіндіріп жасайық. Ізденгіштер ылғи ізденіп жүретін ғылым білімге жаны құмар жандар. Ал тексіз құлдарға жататын алаяқтар алдап соғумен айналысатын жандар, және де алдап солап ақшасын, дүние мүлкін алып қоятын адамдарды алаяқтар деп атайды. 8-ші тапсырма. Текті құлдар мен тексіз құлдардың ұқсастықтарын, яғни олардың құл атануын түсіндіріңдер. Қарап тұрсақ, текті құлдар мен тексіз құлдардың арасында ешқандай ұқсастықтар жоқ секілді. Өйткені олардың бойындағы қасиеттер, жасайтын амалдары бір-біріне қарама-қарсы болып келеді. Ал ойланып қарайтын болсақ, олардың арасында ұқсастық бар. Олардың бірден бір ұқсастығы құл атануында. Текті құлдар кімнің құлдары, тексіз құлдар кімнің құлдары? Текті құлдар зиялы қауымдар, ізденгіштер, ғылым біліммен айналысатын, өнермен айналысатын адамдар ненің құлы? Олар мемлекеттің құлы, олар отанның құлы, олар өнер мен білімнің құлы, олар адалдықтың құлы. Ал тексіз құлдар ше? Ойланып өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. 9-ші тапсырма. Қазақ ұлтының ұйтқылары зиялы қауым деген пікірді қалай түсінесіңдер? Зиялы қауым деген кімдер? Топ болып талқылаңдар. Жалпы өзі қазақ ұлтының ұйтқылары деген тіркеске назар аударып көріңіздер. Осы сөздің мағынасын ашуға тырысыңыздар. Ұйтқы дегеніміз не? Ұйтқылар деп кімдерді атап тұр? Зиялы қауымның кім екендігі мәтінде айтылған. Осы туралы өз пікірлеріңізді дәлелдеңіздер. 10-ші тапсырма. Мәтінге сүйеніп жүйелі жоспар құрыңдар. Жоспар бойынша мәтін мазмұнын өз сөздерімен баяндаңдар. Жалпы жоспар екіге бөлінеді. Жай жоспар және күрделі жоспар. Жоспар құрудағы мақсат ойдың жүйелілігін сақтау, ұмытып қалмау үшін жоспар құрылады. Ал біз мәтінге жоспар құру үшін оны ойша мағыналық бөліктерге бөлеміз. Не айтылғандығын анықтаймыз. Ал күрделі жоспар құру үшін мәтінді міндетті түрде 3 бөлікке бөлеміз. Бірінші кіріспе бөлім, екінші негізгі бөлім және үшінші қорытынды бөлім. Өз кезегінде әр бөлімге ат қоя отырып, негізгі бөлімнің өзін бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мысалы, осы мәтініміздегі алғашқы сөйлемді кіріспе бөлім деп атасақ болады. Ал олардың дегеннен бастап біз негізгі бөлімге жатқыза аламыз. Және де мысалы негізгі бөлімді бірнеше бөлімге бөліп қарасақ болады. Оларды текті құлдар деген бөлімге және тексіз құлдар деп 2 бөлімге бөліп қарасақ болады. Осылайша өздеріңіздің нұсқаларыңыздағы жоспарды құрыңыздар. Жоспар бойынша мәтін мазмұнын өз сөздеріңмен баяндаңдар. Яғни сіздерге осы мәтіннің мазмұнын айтуда жоспар көмекке келетін болады. Осымен аяқталды. Сау болыңыздар.